Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Есімім Дина. Менімен бірге бүгін Данара сіңілім. Сәлем. Және ол менің көзімде осындай мінекей смоки айс деп аталатын көз бояу техникасын көрсетеді. Егер сіздерге қызық болса, бізбен бірге қалыңыздар. Көз бояу алдында бетіме тон жағып, көз бояу алдында бетіме тон жағып, сәл коррекция жасадым. Көз бояу үшін біз біріншіден қара қарандаш қолданамыз. Сонымен қатар көз бояйтын тень, кез келген күңгірт түсті көз бояйтын талап. Одан кейін қара аял және туш. Сонымен қатар бірнеше қылқалам қолдансақ болады. Көбінесе қылқалам табиғи қолдардан жасалған дұрыс. Ал Динара, кірісейік. Начнем. Итак, сначала мы используем черный карандаш для того, чтобы создать так называемый смоки айс. Это вечерний макияж. Черный карандаш мы используем для того, чтобы создать дымчатый цвет. Сначала мы проводим на ресничную линию, и потом от впадинки века мы рисуем, прорисовываем полностью все веко. Таким образом у нас получается вид миндальки. Кірпігіміздің үстінен сызық жүргіземіз. Содан соң көз сүйегіміздің астындағы шұңқырды тауып, сызып шығамыз да жылжымалы қабағымызды толығымен бояймыз. Сол арқылы миндаль жаңғағы пішініне қол жеткіземіз. Желательно делать два глаза одновременно, потом получится Біркелкілік пен симметрияға қол жеткізу үшін екі көзді бір мезгілде әрлеген жөн. Теперь мы берем нашу сушёчную кисточку и сушёный полностью черный карандаш. Желательно, конечно, чтобы кисточка была пошире и, соответственно, помягче. Қылқалам арқылы барлық шектерді жойып, өңдеп шығамыз. Қылқалам көлемді жалпақ әрі жұмсақ болғаны жақсы. И начинаем прорисовывать и расшифровывать полностью все веко. Осылайша бояғанымыздың пішінін келтіріп, барлық шектерді жойып шығамыз. И второе веко. Екінші көзімізді де дәл солай, міндетті түрде барлық шектерді жойып, өңдеп шығамыз. Теперь мы берем более тонкую кисть и берем светлые тени для того, чтобы осветлить верхнее веко. Когда осветляешь верхнее веко, вроде получается более четкий, соответственно, появляется какой-то контраст. Жоғарғы қабаққа ашық рең келтіру үшін жұқа қылқалам және ашық түсті көз бояуын қолданамыз. Берем тени более на один тон темнее, чем верхнее веко, чтобы у нас получился более плавный переход от светлого к темному. Бояуларды бір қалыпты ету үшін бір реңкке күңгірттеу түсті қолданамыз.
Далее мы берем обратно толстую кисть и берем самый темный цвет теней, который вам нравится, который подходит к вашей коже, типу лица, цвету глаз. И мы просто накладываем на подвижное веко, полностью просто накладываем. Жалпақ қылқаламды қайта алып, өз бет-әлпетіңізге, көзіңіздің түсіне үйлесетін кез келген ең күңгірт көз бояуын жылжымалы қабағымызға жақпаламай, тек таңып қана шығамыз. Екінші көзімізді де дәл солай әрлейміз. Далее мы этой же кистью растушевываем границу темным и светлым. Растушевываем мы просто стираем границу, не залезая на верхний век. Ашық және күңгірт түстердің шектерін жойып, бір келкі етеміз. Далее мы берем подводку и прорисовываем линию над ресницами. Кірпігіміздің үстін қара сүрме арқылы бояп шығамыз. Далее мы берем черный карандаш и прорисовываем линию нижних ресниц. Қара қарандаш арқылы төменгі кірпік сызығын бояймыз. Мы идем от уголка к серединке, при этом к серединке мы делаем линию тоньше. Сыртынан бастап, ортасына қарай сызықты жұқартамыз. И также тоненькой кисточкой мы растушевываем линию, чтобы не было четких границ. Жұқа қылқалам арқылы барлық шектерді жойып, өңдеп шығамыз тағы да дұрыстап. Далее у нас идет тушь на верхней реснице и на нижней реснице. Тушты астыңғы және үстіңгі кірпікке жағып шығамыз. Ну вот, наша смоки айс готова. Теперь мы красим губы. Келесі қадам ерін бояу. Нижнюю губу мы красим по границе, а верхнюю мы выходим чуть-чуть на границу. Астыңғы ерінді шектен шығармай сызамыз, ал үстіңгі ерінді сәл шектен шығарып сызамыз. И матовая помада. Ну все, наш смоки айс готов. Осымен біз смоки айс техникасы бойынша жасалған көз бояуымызды аяқтадық. Бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.